Енді биылғы жылдан бастап мемлекет басшысының ұсынымы бойынша еліміздің барлық өңірлерінде Наурыз мерекесі жаңа форматта өткізілетін болады. Оның мән мағынасын, жалпы мазмұнын байытып, жыл сайын 14-23 наурыз аралығында өткізілетін наурызнама онкүндігін жариялау ұсынылды. 14 наурыз ол көрісу күні, амал мерекесі деп аталады. Бұл дәстүр негізінде еліміздің батыс өңірлерінде сақталған. Бүгінгі күні аталған мерекені барлық аймақтарда тойлау ұсынылды. Әрине халық үшін бұл қастерлі әрі орны ерекше дәстүр болып табылады. 15 наурыз қайырымдылық күні етіп белгіленді. Бұл күнді ел бойынша қайырымдылыққа, мейірім мен тату көршілікке арнаймыз. Қоғамға қайырымдылық көрсету мәдениетін сіңіріп, жанашырлық пен өзара қол ұшын беру құндылықтарын қалыптастыруымыз қажет. 16 наурыз бізде мәдениет және ұлттық салт дәстүр күні етіп белгіленді. Бұл күн мәдениетіміз, өнеріміз бен ұлттық құндылықтарымызды насихаттауға арналып, республика бойынша түрлі іс-шаралар өткізу жоспарлануда. Ал 17 наурызға келетін болсақ, бұл шаңырақ күні болып белгіленді. Осы күні отбасылық құндылықтарымызды дәріптеуге, өнеге ұрпақ тәрбиелеген үлгі отбасыларға арналған мәдени іс-шаралар өтеді деп жоспарлануда. 18 наурыз күнін ұлттық киім күніне арнап отырмыз. Наурызнаманың 10 күндігінде еліміздің барлық өңірлерінде ұлттық киімдерімізді насихаттауға бағытталған түрлі іс-шаралар өткізу ұсынылып отыр. Ал 19 наурыз жаңару күні, осы күні көктемгі ағаш егу дәстүрін жалғастыру ұсынылып отыр. Келесі 20 наурыз күні бұл ұлттық спорт күні етіп белгіленді. Бұл күні елдің барлық аймақтарында ұлттық спорттан түрлі жарыстар ұйымдастырылады. Ел ішінде өткізілетін ат жарыстар, бәйге, көкпар, аударыспақ, жамбы ату, теңге ілу, құсбегілік және асық ату, тоғызқұмалақ, садақ тарту турнирлері қарапайым халықтың шынайы мереке салтанатын сезінуіне мүмкіндік береді. 21 наурыз күнін ынтымақ күні етіп жариялау ұсынылып отыр. Бұл күннің идеясы жалпы халық бір-біріне деген сый құрметін арттырып, татулық пен бірлікті насихаттау болып табылады, басты идеясы. 22 наурыз бізде жыл басы. Бұл күні әрине еліміздің барлық өңірлерінде жалпы халықтық, мәдени спорттық, бұқаралық іс-шаралар өткізіледі. Және де стильді этноауылдар ұйымдастырылып, киіз үйлер тігіліп, түрлі жәрмеңкелер ұйымдастырылып, мәдени іс-шаралар өткізілетін болады.